Оларға торт беруші болма. Зал іші құлаққа ұрған танадай тыныш бола қалды. Енем 5 жасар ұлымның қолынан тәрелкесін жұлып алған соншалық, бисквиттің бір шеті үзіліп кетіп, оның қымбат көйлегіне барып тиді. Роза апай, не істеп жатырсыз? Бала қорыққаны қалтырап кетті ғой. Бала дейді ме? Бұл бала емес. Табиғаттың қателігі. Мынаған қарашы өзің. Көмірдей қап-қара. Біздің әулетте мұндайлар болған емес. 5 жыл бойы тісіме басып шыдадым. Бірақ бұдан былай біреудің күшіктерін асырауға ниетім жоқ. Не айтып тұрсыз? Мен дәл қазір осы қонақтардың көзінше ДНК тестін талап етемін. Лаборантты шақыртып қойғамын. Дәлізде күтіп тұр. Не ауыздарынан жағында аламыз, не заттарымды жинада. Менің үйімнен 4 жағына бірдей тайып тұр. Ең күйеуіме қарадым. Данияр басын тәрелкесіне еп, дірілдеген қолымен стаканына арақ құйып отыр еді. Ол мені тағы да сатып кетті. Роза апай, болды, бастаймыз дегенде, залда ешкім күлмей қалды. Музыка әлі ойнап тұрғанмен, адамдар маған қарамау үшін бірі салатына, бірі телефонына шоқшиып, өздерін тым бос емес етіп көрсетуге тырысты. Даяшы үстелге шырын толтырылған биік стакан қойды. Қолы қалтырап кетті ме? Ақ дастарқанға бір тамшы шырын тамып, қан секілді қып-қызыл болып жайыла бастады. Менің де тағдырымда дәл сондай дақ пайда болған еді. Қолхатты дәл қазір жазасыз ба? Деп сұрадым мен. Бұл сөздердің өз аузымнан қалай шыққанына өзім де сенбей. Роза апай басын сәл қисайтты. Аспалы шамның жарығы мен мойнындағы маржаны жарқ етті. Әрине Айсұлу. Мұны өзім ұсындың ғой. Тәуекел еткің келсе, рәсімдейік. Данияр, әкімшіліктен қағаз бен қалам сұрап кел. Салмақты көріну үшін мейрамхананың мөрін бастырып алсын. Данияр селк етіп, орындығын артқа сырды. Мама, бәлкім кейін көрерміз? Бәріміз мерекелеп отырмыз ғой. Балам, мен қазір Алматының қақ ортасындағы Әл-Фараби бойындағы пәтерімді сатып жатырмын. Ол дегенің миллиондар. Оның бәрін кейінге қалдырғың келіп тұр ма? Ол мысқылдай жымиды. Бар, өтінемін. Күйеуім қарсы келмеді. Ол ешқашан анасына қарсы келмейтін. Мен салқындап қалған етке қарап, вилкамды дірілдеген қолыммен ұстап отырдым. Қазір ол қағаз әкеледі. Мен сол қарғыс атқан қолхатқа қол қоямын. Сосын үкім күткендей нәтижені күтемін. Және осы уақыттың бәрінде, соның үйінде, соның бақылауында өмір сүремін. Қатарлас үстелдегі қонақтардың сыбыры естиді. Сұмдығай, жұрттың көзінше ДНК дейме? Ондай бола ма екен? Үлкен ақша ортаға түскенде бәрі де болады. Данияр мейрамхана менеджермен бірге жұқа папка ұстап оралды. Қара пиджак киген жас келіншек жаттанды дауыспен. Біз сіздерге өз мөріміз басылған қағаз бере аламыз, бірақ оның заңды күші жоқ екенін түсінесіздер ме? Деді. Я, айналайын. Қол қойылған сәтке куә болсаңыздар, бізге сол да жетеді. Роза апай оған менмендікпен бұрылды. Тіпті бұл зал ғана емес. Бүкіл қонақ үй кешені соныкі секілді көрінді. Былай деп жаз. Егер ұлымның әке екендігі расталса, мен Пәленшеева келінімнің атына Сарыағаштағы саяжайды санаулы күндер ішінде аударып беруге міндеттеме аламын. Және өз визаңды қойып жібер, өтініш. Осының бәрі не керек? 12 жыл отасқаннан кейін, 2 баладан соң, деп күңкілдеді Данияр. Мен бәрім құжат жүзінде бекітіп үйренгенмін. Енем маған қарады. Айсұлу, оқи аласың ба? Қол қоймас бұрын танысып шыққың келе ме? Оқи аламын, Роза апай. Мен басымды көтердім. Тіпті заңдарды да біршама білемін. Сол кезде бұл білімімнің маған қаншалықты қажет болатынын білген жоқпын. Біз бұл мағынасыз қағазға мерекелік үстелдің шетінде нан салынған себет пен зәйтіннің қасында қол қойдық. Менеджер асығыс мейрамхана мөрін басып қол қойды. Болды, мерекелеріңіз құтты болсын, деді ол.
Үйге қайтар жол жерлеу рәсімнен келе жатқандай ауыр болды. Алдыңғы орындықта отырып, трассаның қараңғылығына үңілдім. Сары шамдар бір ұзын сызыққа айналып жатты. Данияр рөлді қатты қысқаны сонша, саусақтарының буындары ағарып кетіпті. Данияр, деп оған бұрылдым. Сен шынымен күмәнданасың ба? Айсұлу, өзім түсінші. Маманың өз тарақандары бар ғой. Олар қашан біздің әулеттің қаны, тегі деп есі кететін. Мен мамаң туралы сұрап тұрған жоқпын. Сен туралы сұрап тұрмын. Бұл сенің балаларын екеніне күмәнің бар ма? Ол жұтынды. Мен күмәндангым келмейді. Бірақ ол жүйкесі сыр беріп күліп жіберді. Оларға қараш, Айсұлу. Расында да маған да, мамаға да мүлдем ұқсамайды. Мама бұл тақырыппен мені әбден шаршатты. Ескі суреттерді көрсетеді, әлде қайда жіберіп жатыр. Мен тек осы тестті жасап, бәрін бір жола шешкім келді. Сөйттіңге. Маған бір ауыз сөз айтпай, кешкі аста жұрттың алдында мынандай масқара жасадың ба? Не боп қалды сонша, Айсұлу, деп айғайлап жіберді ол кенет. Көлік теңселіп кетті. Ол бірден жылдамдықты азайтты. Тест сұрады, болды. Бұл түрме немесе сот емес қой. Түкірік тапсырамызда ары қарай өмір сүре береміз. Қайда өмір сүреміз? Соның пәтерінде ме? Соның ақшасына ма? Ол менің балам ба, емес пе деп шешім шығарғанша ма? Біздің жеке баспанамыз жоқ, деді ол соңында шаршап. Соның көмегінсіз ипотеканы тарта алмаймыз. Өзінде білесің ғой. Міне, шындық. Ескі таба секілді сүйкімсіз шындық. Ипотека. 8 миллион теңге бастапқы жарна керек. Ай сайын кемі 300-400 мың төлеу керек. Оған қоса Даниядың көлікке алған кредиті бар. Менің ауырып жатқан анам бар. Анамның күтушісіне ай сайын 100 мың Каспиймен аударамын. Дәрмегі тағы бар. Мен расында да біреудің пәтерінің, біреудің ақшасы мен еркінің тұтқын едім. Мен қазір балаларды алып, есікті тарс жауып кете алмаймын, дедім жай ғана. Ипотеканы да, анамды да, балабақша мен үйірмелерді де жалғыз тарта алмаймын. Сен мұны жақсы білесің. Білемін. Сондықтан осы аптадан тыныш өтейік. Анализ тапсырамыз, қағазды аламыз. Мама жағын жабады. Ол жымиып кірді. Біз тек ұтамыз, тіпті саяжайлы боламыз. Ол әлде сол саяжайды ойлап тұр еді. Мен көзімді жұмып, ішімдегіні алғаш рет дауыстап айттым. Жақсы, мұның бәрінен өтеміз. Бірақ, Данияр, егер тест балалардың сенікі екенін дәлелдесе, мен сені бұл кеш үшін ешқашан кешірмеймін. Біз үйімізге келдік. Енемнің ескі стильдегі, бірақ қымбат жөндеуден өткен пәтері бізді тұсақ секілді күтіп тұрды. Мұндағының бәрі. Сен мұнда уақытшасың. Сен мұнда біздің мейірімділігіміздің арқасында жүрсің, деп айғайлап тұрғандай. Балалар ұйықтап жатыр екен. Роза апай жартылай төлейтін күтуші, няня, оларды жатқызыпты. Ұлым Әлихан ескі конжулын құшақтап бүрісіп жатыр. Қызым Амина қолын көрпенің сыртына шығарып жіберіпті. Оладың басынан сипап жатып, тамағыма өксік тығылды. Қонақ бөлмеде жарық жанып тұр екен. Үстелдің үстінде газеттер мен папкалар. Қабырғада алтын жалатылған жақтаудағы портреттер. Әскери киімдегі арғы атасы. Жағасы аппақ арғы әжесі. Біздің тегіміз, біздің қанымыз. Оралдыңдар ма? Роза апай өз креслосында ханшайымдай отыр. Қолында бокал. Балалар ұйықтады. Бәр тыныш. Данияр үндемей пиджағын шешіп ілгіш келді. Ертең таңер сағат 9-да Төле би бойындағы зертханаға барамыз, деді ол маған қарамай. Мен жазып қойдым. Мекен-жайын Даниярға жіберемін. Құжаттарды дайындаңдар. Жеке куәліктер, балалардың туу туралы куәліктері. Ал егер мен бармасам ше, деп сұрадым, оның көзіне тік қарап. Онда 3 күннің ішінде менің мүлкімді босатасыңдар.
Ол шарабынан ұрттады. Тегін тұру туралы келісім біз бір отбасы болғанда ғана жүреді. Ал отбасы күмәнданатын жер емес, Айсұлу. Тегін тұру. Ол мен туралы пәтер жалдаушы ретінде айтып береді. Жақсы, ертең 9-да. Данияр сол түні алғаш рет қонақ бөлмедегі диванға жатты. Қасымызға жатпайсың ба? Деп сұрадым есік алдында. Мама уайымдап жатыр, Айсұлу. Өзің көрдің ғой. Мамаң уайымдап жатыр. Ал мен ше? Мен адам емеспін бе? Жақсы, ұйықта, дедім де есікті жауып қалдым. Зертхананың таңғы атмосферасы кешегі кештен бетер қорлық болды. Аппақ қабырғалар, антисептик иісі. Тіркеу бөлімінде Роза апай жеке куәлігін қойды. Бізге мөрі бар ресми қорытынды керек. Кейін білмедім деген сөз болмасын. Амина етегіме жабысып алды. Мама, біз мұнда неге келдік? 6 жасар балаға өз туыстығым күмән тудырып тұрғанын қалай түсіндіресің? Анализ тапсырам, жаным. Жай ғана тексеріс. Қорқатын ештеңе жоқ. Егер бәрі таза болса, қорқатын ештеңе жоқ, деді Роза апай дауыстап. Айналадағылар еститіндей етіп. Бізді кішкентай кабинетке алып кірді. Қазір ауыздың ішкі жағынан жағындаламыз, деп түсіндірді медбике. Процедура ауыртпайды. Мен қатысамын, деп араласты Роза апай. Ештеңені ауыстырып жібермеулеріңізді қадағалаймын. Әр конвертке тегі, күні, қолы қойылсын. Ол біздің төбемізде қылмыскерлерді бақылағандай тұрып алды. Әлихан мен Амина қорқса да шыдады. Кезек Даниярға келді. Ол басын төмен салып, өз абыройын емес, анализ тапсырып жатқандай отырды. Оған тым болмаса, кішкене ұят па екен? Соңында медбике маған бұрылды. Сіздің кезегіңіз. Міне қараңыз. Мынау Азаматұлы Әлихан. Мынау Азамат қызы Амина. Мынау сіздің ұлыңыз, мынау келініңіз. Медбике конверттерді реттеп жатып, бәрі хаттама бойынша екенін тағы бір мәрте қайталады. Осы жерге куә болғандарыңызды растап, қол қойыңыздар. Роза апай бірден күнделігін суырып алды. Зертхананың мөрінде басып беріңіздер. Оған бір қорлық аз болған сияқты. Бәрін қағазға тіркеп, мөрмен бекітуді жөн көрді. Нәтижесі 5-7 жұмыс күні ішінде дайын болады, деді әкімші. Біз есікке қарай беттегенде, қорытынды дайын болғанда, Каспиге хабарлама келеді немесе қоңырау шаламыз. Жеке куәлікпен келіп алып кетсеңіздер болады, деп қосты. Мен өзім келіп аламын, деп кесіп айтты Роза апай. Тек менің нөміріме хабарласыңдар. Маған да хабарласыңыздар, дедім мен сабырлы үнмен. Мен бұл балалардың анасымын. Сондықтан нәтижені сізбен бір уақытта білуге құқығым бар. Ол маған бірнеше секунд тіксіне қарап тұрды да, мысқылмен жымиды. Жақсы. Көрейік, Айсұлу. Қайсымыз шындыққа көбірек мүдделі екенбіз? Шындыққа мен мүдделедім. Ал ол тек бақылауға мүдделі болатын. Күтімен еткен атта сағыздай созылды. Әр күн бір-біріне ұқсас. Таңертең балабақша, жұмыс. Алматының бітпейтін кеппелісі. Кеште үйге келгенде, ененің ауыр демі мен инспектор секілді тексерісі күтіп тұратын. Кешкі 6-да есік ашылып, Роза апай кіргенде үйдің ауасы тарылғандай болатын. Ол сөмкесін үстелге қойып, бірден тоңазытқышты ашатын. Тағы да сол арзаншы жоқ па, Айсұлу? Балаларға зиян екенін білесің ғой. Мен саған тізім беріп едім. Қайда брокколи? Қайда үнді еті? Әлде әлі әкесі кім екені белгісіз балаларға не болса соны бере беремін дедім бе? Ертең алармын, дедім мен тістеніп. Ішімнен, бұл менің балаларым. Сен кімсің күмәнданатын, деп айғайлағым келді. Әлихан, бері келші, жаным. Ол ұлымды шақырып алды. Түріне қарашы. Тым бидай өңдісің бе? Қалай өзі? Ол ұлымның бетін мінсіз маникюрмен түртіп қойды. Әкесіне мүлдем ұқсамайды. Біздің әулеттің қаны таза. Бәрі аққұба келген. Әже, мен кіммін сонда? Деп сұрады бала аңқау көңілмен. Жақында білетін боламыз кім екеніңді, деді ол маған менсінбей қарап. Осындай әңгімелер Әлиханның да менің де жаныма жара салып жатты.
Түнде балалар шошып оянатын болды. «Мама, мен сенің балаңмын ба?» деп сыбырлайтын Әлихан құшақтап. «Әрине балам, мәңгілік менің жанымсың», деп жұбататынмын. Данияр жұмыстан кеш келетін болды. Үндемей тамағын ішіп, қонақ бөлмедегі диванға жата кететін. Арамызда дәліз емес, тұңғиық пайда болды. Үшінші күні мен шкафтан ескі көрпе іздеп жатып, бордо түсті, алтынмен апталған папканы тауып алдым. Ішінде туу туралы куәліктер, ескі анықтамалар мен хаттар жинақталған екен. Біреудің затына қол сұғатын әдетім жоқ еді. Бірақ маған жұрт алдында жала жабылған соң, бұл қағидамнан аттап өттім. Даниярдың 1987 жылы туған куәлігін көрдім. Әкесі Крылов Александр Сергеевич. Анасы Роза Петровна. Бәрі дұрыс сияқты. Бірақ астынан перзентхананың ескірген құжаты шықты. Босану тарихында баланың тегі басқа жазылып, кейін сызылып, Крылов деп түзетілген. Ең соңында майда жазумен әкесі анықталмаған. Әкесі туралы мәлімет анасының айтуы бойынша жазылды, деген жолдар тұрды. Демек, ол кезде заңды күйеуі мүлдем болмаған. Келесі парақ 2000 жылдардағы генетикалық кеңестің қорытындысы. Онда Данияр мен сол Александр Сергеевичтің арасындағы туыстық тексерілген екен. Нәтижесі: биологиялық әке болу ықтималдығы 0,1 паразидан төмен. Туыстық жоққа шығарылады. Менің буыным босап, орындыққа отыра кеттім. Демек, өзінің текті әулеті баяғыда ақсырынген екен. Мақтан тұтқан генералы Даниярдың әкесі емес болып шықты. Мен дереу барлық құжаттарды телефоныма суретке түсіріп алдында, папканы орнына қойдым. Енді менің де қолымда көзір бар еді. Кешке балалар ұйықтаған соң Даниярмен сөйлестім. «Сөйлесуіміз керек», дедім мен үстелге отырып. «Тағы ма? Айсұлу, мен шаршадым. Бүгін сөйлесеміз. Мен аналының құжаттарын тауып алдым. Ол Александр Сергеевич саған әке емес екен. Сен мұны білдің бе?» Ол орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Білдім. Бірнеше жыл бұрын тауып алып, анамнан сұрағанмын. Ол қателік, біреудің анализі деді. Мен сенгім келді. Сенгің келді ме? Ал ол менің тазалығыма, балаларымыздың тевіне жұрт алдында күмән келтіргенде неге үндемедің? Сен біздің өмірімізді құртып жатқанда неге үндемейсің? Мен ертеңіне заңгерге баратынымды айттым. Маған Роза апайдың ақшасы да, үйі де керек емес еді. Тек әділдік керек болатын. 5-ші күні зертханадан қоңырау шалды. Қорытынды дайын екен. Кешкісін Данияр екеуміз нотариалдық кеңсе алдында кездестік. Роза апай бұрын келіп күтіп отыр екен. Үстінде қымбат костюм, мойнында маржан. Жүзінде жеңімпаздың күлкісі. «Минеки», дейді ол орнынан тұрып. Қазір бәрі өз орнына келеді. Біреу заттарын жинайды, ал біреу нағыз немересіне саяжайын аударады. Оның сенімділігі сондай. Тіпті астымыздағы мәрмәр еденнен де бекем көрінді. Бірақ мен оның бұл сенімділігінің күлін көкке ұшыратын сәттің жақын екенін білдім. «Келіңіздер, нотариус күтіп тұр», деді көзілдірікті қыз. Сонымен нүктені қоятын кез келді. Енді әркім өз шаруасымен айналысады. Біз мұнда біреуді қуып шығу үшін емес, куәгердің көзінше нәтижені ресми түрде бекіту үшін келдік, деп жауап бердім мен. Данияр екеуміздің арамызда еңсесі түсіп, жеке куәлігін қолында уқалап тұрды. «Тездетіп бітірейікші, мақұл ма?» деп күңкілдеді ол. «Құдайбергеновтар, өтіңіздер», деп жымиды көзілдірікті қыз. «Нотариус сіздерді күтіп отыр». Кабинет іші үйреншікті. Ауыр үстел, папкаларға толған сөрелер, жасыл шам. Үстел басында елулер шамасындағы биязы мінезді ер адам отыр екен. «Қайырлы кеш. Отырыңыздар». Ол орындықтарды нұсқады. Маған ДНК зерттеуінің қорытындысын қарап, хаттама толтыру керек екенін түсіндірді. Солай ма? «Иә», деп басымды изедім.
Бізге құжаттың мазмұны ресми түрде бекітілгені және тәуелсіз куәгердің болғаны қажет. Ойбай-ау, бәрін қағазға тіркей беретін бұл не деген мания? Деп мысқылдады Роза апай. Адамдарды алдымен адалдыққа үйрету керек еді, дедім мен, қонақтардың көзінше келінін сараптама тапсыруға мәжбүрлеген әйелге қарап. Үстел үстіне зертхананың үлкен мөрленген конвертін қойдым. Конверттің зертханадан осы күйінде келгенін ашылмаған растайсыздар ма? Нотариус маған, сосын Данияр мен Роза апайға мұқият қарады. Растаймын, дедім мен. Мен де, деді Данияр басын изеп. Әрине, деп қосты Роза апай. Мені не, құжат қолдан жасайды деп бірсіз ба? Қолынан келсе, баяғыда ақ жасап тастар едім. Нотариус бірнеше белгі қойып, диктофонын қосты. Онда құжатты тексеруге кірісемін. Көз алдарыңызда конвертті ашамын. Уақыт қою шырынға батып кеткендей баяулады. Оның қолының қозғалысы, қағаздың сыбдыры, бәрі баяу кадрдағыдай. Ол конверттен бірнеше парақты шығарып, үстел үстіне жайды. Сонымен ол көзілдірігін түседі. Биологиялық туыстықты анықтау зерттеуінің қорытындысы. Зерттеу нысаны. Құдайбергенов Данияр Азаматұлы. Құдайбергенов Әлихан Даниярұлы. Құдайбергенова Амина Даниярқызы. Әдістеме стандартты. Нәтиже. Ол саусағымен жолды жүргізіп өтті. Құдайбергенов Данияр Азаматұлының Әлихан мен Аминаға қатысты биологиялық әке болу ықтималдығы 99,998 майезлеуді құрайды. Биологиялық әке екендігі расталады. Ішімде бір нәрсе селк ете қалды. Қуаныш емес. Жоқ. Құрғақ, қатал қанағаттану сезімі. Құлыптың сырқ еткен дыбысындай. Өтінемін, қайталап айтыңызшы, дедім мен. Әр сөзді естіп тұрсамды. Жұбайыңыздың балаларға әке екендігі 100%-ға жоқ ықтималдықпен расталады. Нотариус көзілдірігінің үстінен маған қарады, яғни мен Роза апайға бұрылдым. Мен сіздің ұлыңыздың көзіне ешқашан шөп салған емеспін. Роза апайдың жүзі сәл қисисайды. Фарфордағы кішкене жарықшақтай ғана. Бірақ ол сезілді. Жақсы. Ол егін сәл көтерді. Демек, қателесіппін. Болып тұрады. Ең бастысы, енді бәріміз тынышталдық. Қателестіңіз бе? Мен алға еңкейдім. Сіз қонақтардың алдында мені масқаралап, балаларымды қап-қара, басқа біреуден туған деп айғайладыңыз. Балаларды зертханаларға сүйреп, олардың бетіне қарап, сен біздің бала емессің, деуге мәжбүр еттіңіз. Бұл қателік емес. Бұл жала жабу. Және моральдық зорлық зомбылық. Нотариус жөткірінді. Мен бәрін аудиоға жазып жатырмын деп ақырын ескертті ол. Дәл солай. Бәрі таспаға басылсын. Сондықтан мен бойымды тіктедім. Қазір нотариустың көзінше тағы бір жайтты бекіткім келеді. Роза апай, осыдан 7 күн бұрын алтын залда қолхатқа қол қойдыңыз. Егер ұлыңыздың әке екені расталса, Сарағаштағы саяжайды менің атыма аударуға уәде бергенсіз. Есіңізде ме? Ой, қойшы осыны. Ол қолын бір сілтеді. Ол жай ғана тост, әзіл ғой. Үстел басында айтылған сөзге келісім шарт ретінде қарау жетіспеп еді. Сіз қол қойдыңыз, деп қайталадым мен. Қолымыздың астында мейрамхананың мөрі мен әкімшінің қолы тұр. Менде көшірмесі бар. Мен папкадан ұқыптап бүктерген қағазы шығардым. Нотариус құжатты өзіне тартып, көз жүгіртті. Қолхат бар екен. Тұжырымдары мінсіз емес әрине. Бірақ өз еркімен қабылданған міндеттеменің бар екенін бекітуге болады. Ол басын көтерді. Роза апай, бұл сіздің қолыңыз ба? Менікі. Сонымен не болды? Ол ширыға бастады. Мен мұндай комедия болады деп ойлаған жоқпын. Комедия бір апта бұрын қойылған, деп жауап бердім. Ал қазір заңды процедура. Мен нотариустан ДНК тестінің нәтижесі мен саяжайды маған беру міндеттемесі туралы хаттама толтыруды сұраймын.
Бұл мүмкін, деді нотариус. Сондай-ақ сыйға тарту шартының жобасын жасауға болады. Содан кейін оны ХККО сон арқылы тіркей аласыздар. Мен ештеңе де, деп бастап еді Роза апай. Мен сөзін бөліп жібердім. Немесе біз мұны жақсылықпен, өзіңіз айтқандай, отбасымызда шешеміз. Немесе мен ар-намысымды қорғау туралы сотқа шағым түсіремін. Банкеттегі аудиожазбаны, қонақтардың куәлігін бәрін қосам. Мен телефонымды шығардым. Мұнда сіздің мені алаяқ деп атағаныңыз, жұрт алдында балаларының тегіне күмән келтіргеніңіз анық естіледі. Оған қоса, қамқоршылық органдарына сіздің немереңізге сен біздің бала емессің дегеніңізді тыңдау өте қызық болады деп ойлаймын. Оның самайындағы тамыры бүлкілдеп кеткенін көрдім. Сен маған қоқан лоқы көрсетіп тұрсың ба? Деп сыбырлады ол. Мен сізге таңдау ұсынып тұрмын. Не уәдеңізде тұрасыз? Не істеген ісіңізді сот бағалайды. Тек моральдық тұрғыдан емес, заң тұрғысынан. Айсұлу, бәлкім қоярсың? Деп күңкілдеді Данияр. Бұл мамам ғой. Ал мен кіммін, Данияр? Мен оған бұрылдым. Мен сендер үшін жұрттың алдында айғайлап, тиын тебен лақтыра салатын даяшымын ба? Әлде әлі де әйелің әрі балаларының анасымын ба? Сен бір шешімге келші осы. Данияр басын төмен салды. Қол қойшы, мама, деді ол ақыры. Өзің айттың ғой. Егер бәрі таза болса, қорқатын ештеңе жоқ деп. Бәрі таза. Демек, сөзде тұру керек. Тіпті қазірдің өзінде ол мені қорғамай, анасынан өтініп тұрды. Бірақ бұл маңызды емес еді. 20 минуттан кейін үстел үстінде сыйға тарту шартының жобасы жатты. Сарыағаштағы саяжай. Кадастрлық құны шамамен 20 миллион теңге. Иесі Құдайбергенова Айсұлу. Ол жерді масқара қылмасын деп үміттенемін, деді Роза апай тістеніп, қол қойып жатып. Ол үйді менің әкем салған еді. Мүмкін менің анам тұратын болар, деп жауап бердім мен. Сіз менсінбейтін адамдар. Бұл тек бастамасы ғана еді. Бірақ негізгі соққыны мен соңына қалдырдым. Анализ тапсырған күні мен тағы бір шаруа тындырғанмын. Роза апай әкімшімен мөр туралы таласып жатқанда, мен ақырын ғана кеңейтілген тестке ақша төледім. Генетикалық шығу тегі және тұқым қуалайтын мутациялар. Даниярға, Алиханға және Аминаға. Кешке біз тағы да сол ауыр перделері мен текті портреттері бар қонақ бөлмеде отырдық. Балаларды көршіге қалдырдым. Үстел үстінде тағы бір конверт жатты. Тағы не болды? Деп сұрады Роза апай шарап құйып жатып. Шашамадың ба, Айсұлу? Бәлкім, менің отбасымды жайына қалдырарсың? Мен дәл қазір сіздің отбасыңызбен және тегіңізбен айналысып отырмын, дедім мен мұздай суық үнмен. Мен конвертті ашып, ішінен графиктер мен диаграммаларға толы қағаздарды шығардым. Мен қосымша кеңейтілген тестке тапсырыс бергенмін. Шығу тегі мен мутациялар туралы. Данияр, қарашы. Мен қағазды оған қарай жылжыттым. Сенің нәтижең бойынша шамамен 45 пазының орталық Азия. Бірақ 30 пазияға жуығы оңтүстік Кавказ бен таяу шығыс халықтарына тиесілі. Не? Ол басын көтерді. Қандай Кавказ? Мәссаған, деп мысқылдады Роза апай. Мен айтпап па едім, бұл тест деген бос сөз. Біз 7 атасын білетін нағыз қазақпыз. Мен саған шежірені талай көрсеттім ғой. Қағаз бәріне шыдайды, дедім мен. Ал ДНК өтірік айтпайды. Ал мынау тіпті қызық. Сенің де, балалардың да бойынан сирек кездесетін мутация табылды. Роза апай, мұның не екенін білесіз бе? Сен не, дәрігерсің бе? Деп кесіп тастады ол. Бірақ жанарынан бір қорқыныш нышаны сезілді. Бұл жерортатеңіздік қызба, FMF деп аталатын тұқым қуалайтын ауруға бейімділік. Ол негізінен армяндарда, еврейлерде, түріктер мен Кавказ халықтарында кездеседі. Қазақтарда бұл өте сирек. Мен мұны таңертең генетик дәрігерден естіген едім. Ол маған, бұл ген аспаннан түспейді.
Ол ата-анадан беріледі деген. Мен сол мутация туралы парақты шетке ысырып қойып, шкафтан тапқан ескі құжатты шығардым. Ал енді мұқият тыңдаңыздар, дедім. Мен сабырлы үнмен. Осыдан бірнеше жыл бұрын сіз Даниярға генетикалық тест жасатыпсыз. Есіңізде ме, Роза апай? Оның өңі қуқыл тартып кетті. Ой баяу, ойдан шығармашы. Мені бопсалау үшін әлдеқайдан тауып алған шимай шатпағым ба бұл? Жоқ, бұл өзіміз тығуды ұмытып кеткен қағаздарымыз. Мен парақты жайып салдым. Онда Даниярдың Александр Сергеевичпен туыстығын анықтауға жолдама берілгені және қорытындысы жазылған. Биологиялық әке болу ықтималдығы жоққа шығарылады. Данияр селк ете қалды. Ол анасына қарап, «Мама, сен білдің бе?» «Білдің де үндемей келдің бе?» деді даусы дірілдеп. «Бұл зертхананың қателігі», деп ақталды ол. Даусы шыңқылдап шықты. Ол кезде бәрін шатастыра беретін. Мен тене салғанмын. Шатастырған дейсіз бе? Мен келесі парақты көтердім. Онда неге қайта сараптама жасатпадыңыз? Неге бұл қорытындыны тығып қойдыңыз? Және Даниярдың әкесі заң жүзінде тек анасының айтуымен жазылғанын біле тұра, қалайша менің балаларыма келгенде жұрттың алдында ДНК деп цирк көрсеттіңіз? Өйткені сізге шындық емес, бақылау керек болды. Мен тағы бір жаңа құжатты суырып алдым. Ол енемнің батыр генералы жатқан госпиталдың архивінен алынған үзіндеді. Міне қараңыз. Александр Сергеевичке ота жасалар алдында генетикалық скрининг жасалған. Оның қаны таза, ешқандай мутация жоқ. Ал Даниярда бар, балаларда да бар. Ген аспаннан түспейді, ол ата-анадан беріледі. Сонымен, Роза апай, сіздің ұлыңыз ол генералдан тумаған. Мына мутация мен шығу тегіне қарағанда, оның әкесі сіз айтқан текті әулеттен емес, көрші пәтердегі адамға көбірек ұқсайды. Аузыңды жап, ол орнынан атып тұрды. Ол әулетті бұл іске араластырушы болма. Демек, нысанаға дөп тидім, дедім мен салқынқандылықпен. Мен ешкімді араластырып жатқан жоқпын. Сіз өмір бойы шындықты өшіріп келдіңіз. Данияр өз тегін білуге құқылы. Даниярдың жанарында қорқыныш пен үрей ойнап тұрды. Мама, бұл рас па? Сен шынымен, көршімен, әкең айлап іс сапарда жүретін. Мен бір-ақ рет қателестім. Не болды соған? Мен саған тегінді бердім, әкеңді бердім, сені адам қылдым. Ал енді 20 жыл бұрын босағада жүрген мына қатын келіп, менің өміріме тұмсығын сұғады ма? Мен сіздің өміріңізге емес, екі жүзлігіңізге тұмсығымды сұғып тұрмын, дедім мен. Сіз 35 жыл бойы қанның тазалығы туралы айтып, өзгелерді менсінбей келдіңіз. Ал шын мәнінде Даниярды басқа біреуден туып алып, ештеңе болмағандай кейіп таныттыңыз. Маған ол бір сәт аянышты болып көрінді. Мажаны жарқылдап, қымбат кілемдер мен портреттердің ортасында тұрған, оның бүкіл өмірі дәл қазір жарылып жатқан фарфордай күйреді. Сенің құқығың жоқ. Бұл менің өмірім, деп сыбырлады ол. Ал менің балаларым, менің өмірім. Сіз соғаннан қол сұқтыңыз. Мен жұртқа жария салып, сізді масқара қылмаймын. Бірақ егер тағы бір рет балалардың көзінше, қап-қара, біздікі емес, деген сөз айтсаңыз, мен сотқа барамын. Ол жерге мына құжаттардың бәрі тіркеледі. Ол креслоға сылқ етіп отыра кетті. Қолындағы бокалы дірілдеп тұрды. Мен алғаш рет оның бойынан айбарлы енені емес, өмірін өтірікке құрған әлсіз әйелді көрдім. Миф күйреді. Кетіңдер, деді ол әрең. Әрине кетеміз. Бұдан бұлай сіздің ақшаңызға да, фамилияңызға да зәру емеспіз. Ал сіз осы шындықпен өмір сүріп көріңіз. Ажырасуға бір аптадан соң арыз бердім. Тыныш қана, айқай-шусыз. Данияр алғашында мұны жай ғана эмоция деп ойлады. Айсұлу, бәрі басылды ғой. Мамам саяжайда аударады. Отбасымызды бұзбайықшы. Отбасын сен сол күні. Мені жұрт алдында маскаралап жатқанда, анаңды тоқтатпай.
үндемей отырғанда бұзғансың. Мен анасының қабағына қарап, мен туралы жаман ойға бірден сене салатын еркекпен тұрғым келмейді. Сот ұзаққа созылған жоқ. Бір отырыста ақ ажыратты. Ол қарсы болмады. Алимент табысының 1/4. Сот залынан шыққанда иығымнан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалдым. Саяжайды ХККО арқылы рәсімдеп, 3 айдан соң 25 миллион теңгеге сатып жібердім. Ол ақшаға кредиттерінді жауып, ананың жүрегіне ота жасаттым. Қалғанын Алматының ықшам аудандарының бірінен өз пәтерінді алуға бастапқы жарна ретінде салдым. Жаңа үйге көшкенде Алихан мен Амина бос бөлмелерде жүгіріп жүрді. «Мама, бұл біздің үй ме? Нағыз біздің үй ме?» деп айғайлады Амина. «Нағыз біздің үй, ботам. Бөтен портреттерсіз. Бөтен адамдардың қас қабағына қарамайтын өз шаңырағымыз». Данияр демалыс күндері келіп, балаларды саябаққа, киноға апарып тұрды. Роза апай хабарсыз кетті. Тек кейде Даниярдан жеміс-жидек беріп жіберетін. Мен бір ғана шарт қойдым. Ол шынайы түрде кешірім сұрау керек. Бірақ ол әлі үндемеді. Мен де күткен жоқпын. Бір күні кешке балалар ұйықтап жатқанда, бейтаныс нөмірден қоңырау шалынды. «Алло, Айсұлу, сәлеметсіз бе? Менің есімім Динара. Мен Даниярдың бірінші әйелімін. Мен селк ете қалдым. Данияр ол туралы сәтсіз неке болған, еске алмай-ақ қояйық», деп қысқа қайырған еді. «Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмын. Мен сіздердің ажырасқандарыңызды естідім. Менде де Даниярдан туған қыз бар. Және менің де енем мен ДНК туралы айтар хикаям жетіп артылады. Сізбен сөйлесуім керек». Көзімді жұмып, маңдайымды суық қабырғаға тіредім. Бәрі бітті деп ойлап едім. Бірақ өмір маған жаңа тосын сый дайындап қойған екен.